Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осылай ыстықта желініп кететін пиязынан пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнның үстінен ашытқымызды саламыз, тұз саламыз, сәл араластырып алып, сұйық май құятын боламыз. Оны да сәл араластыратын боламыз. Керек заттардың мөлшерін описание бөлімінде толық жазып қалдыратын боламын. Сол жерден оқып көрсеңіздер болады. Барлық заттарды араластырып алғаннан кейін жылы суды ұнның үстінен аз-аздан құйып отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз иленіп дайын болды, өте жұмсақ болып шығады. Енді бетін жылылап жауып, жарты сағатқа көтерілгенше қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілгенше ішіне салатын пиязды салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін орташа көлемді 2 пиязды ортасынан бөліп, видеодағыдай жіңішкелеп ұсақтап турайтын боламыз. Туралған пияздың үстінен 1 шай қасық тұз салып, сұйық май құйып, араластыратын боламыз. Пияз нанымызды біз духовкада пісіретін боламыз. Ал егерде табада немесе ашық отта қазанда пісіретін болсаңыз, дәмі тіптен дәмді ерекше бола түседі. Достар, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналымда әлі де көптеген рецепттер болады, әрі біраз рецепттердің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді үстелдің үстіне аздап ұн сеуіп, қамырымызды сол ұнның үстіне түсіретін боламыз. Қамырды басында аздап қолмен жұқартып аламыз, одан кейін оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қамыр жаюымыз керек. Жұқалап жайылған қамырымыздың үстінен пиязды салмамызды тегістеп салып шығамыз, одан кейін рулет сияқты немесе орама сияқты орап, одан кейін оралған рулетімізді тағы да дөңгелетіп орап шығамыз. Дәл осылай қылып орайсыздар, және рулетіміздің шетін ашылып кетпес үшін ортаңғы қамырға жабыстырып біріктіріп қоясыздар. Формамызға қағаз төсеп, қамырымызды қоя тұрамыз 15 минутқа, және 15 минуттан кейін сәл қолмен осылай басып шығамыз. Дәл осы кезде сіздер жұмыртқа жағып, күнжіт сепсеңіздер болады, немесе мен сияқты піскеннен кейін сарымай жақсаңыздар да болады. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады, өздеріңіз көріп тұрғандай. Балалар да сүйіп жейді, және ыстық шаймен жегенге де өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.